Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Бүгінде ресми хабарламалар бойынша ауру жұқтырғандардың саны 176 мың азаматтан асады. Және бұл ретте күніне 60-тан аса адам кесел ауруды жұқтырып отыр. Соңғы 5 жылдың көрсеткіші бойынша стресстен келуі мүмкін дейді. Бұның себебі неде? Жалпы карантинге дейінді біздің еліміздің отбасылық қарым-қатынас отбасы институтының жағдайы төмен болған. Қазақстан дүние жүзінде ажырасудан 9-шы орында. Бұрынғы кездері, егер мысалы ерлі-зайыптыларды алып қарайтын болсақ, отбасы қарым-қатынас кезінде таңертең ұрысып қалса, ренжісіп қалса, жұмысқа кетіп қалады, тіршілікпен айналысып кетеді, кішкене ойы шашыраңқырайды да, сөйтіп нормально қайтып кешке келіп, бір нәрселер ұмытып сөйлесуге болатын еді, кішкене ашу басылатын еді. Ал қазіргі таңда адамдар осындай кризиске дайын болмағандықтан таңертең ұрысып қаласыз, ренжіп қаласыз, бірақ ары қарай кетіп қалатын бір жер жоқ. Қайтадан сол кісімен постоянно бір жердесіз. Бір жерде болғандықтан бұл әрине өз ашуын, эмоцияларын, агрессиясын басқара алмайтын адамдардың тікелей қол көтеру, зорлық, зомбылық әрекеттерін жасауға мәжбүрлейді, сондай әрекеттер жасады. Қазақстанда бұдан бұрын да отбасылық зорлық-зомбылық көрсету мәселесі талай көтеріліп келе жатты. Әсіресе балалар мен ажырасқан жұбайларға қысым көрсету жайы мәз емес. Соған орай 2016 жылы айтуға қорықпаймын флешмобының толқынында желіде елдің түкпір-түкпірінен әйелдер үйде көрген зорлығын мұңын шағып айтқан еді. Қазақстандық атақты балалар продюсері Дина Тансари іс-шараға қосылып, өзінің де бір кездері зорлық көргені жайлы пост жазып жариялаған болатын. Ал көп ұзамай үнсіз болмай кезет қоғамдық қозғалысын құрып, отбасылық зорлық-зомбылықтың жемі болған әйелдерге ақпараттық және моральдық қызмет көрсету қорының негізін қалады. Я говорю, меня больше, конечно, Мені қазіргі таңда әйелдердің мүлдем көмексіз қалғаны көбірек алаңдатады. Ең әуелі, жәбірлеушінің қолынан шығудың өзі бірталай қиындық тудырады. Көп жағдайда жәбірлеуші олардың телефондарын алып қойып, сыртқы әлемнен барлық байланыстарын үзіп жатады. Әйел тіпті 102-ге хабарласып, полиция қызметкерлерін де шақыра алмайтыны мәлім. Ал дене зақымдарын анықтап, тексеріс нәтижелерін тіркеу үшін ауруханаға бару мүмкін емес. Одан бөлек үйден қашып кету де өте қиын. Үйден қашқан әйелдер бөтен тұрғын үйлердің сырт кіреберістерінде түнеуге мәжбүр. Себебі карантин кезінде қонақ үйлер мен мейрамханалар жабық. Онымен қоса кризистік жағдайда паналайтын орталықтарымызға да жету оңай емес. Тікелей немесе таныстар арқылы ғана байланысқа шықпаса, оларды тізімге тіркей алмайды. если устраивали, то только через какие-то личные контакты, личные звонки директоров центра. И вот это вот такой замкнутый круг. Отбасылық зорлық көрсету және денеге жеңіл зақым тигізу сияқты құқық бұзушылықтары енді қорғалмайды, деп хабарлайды Sputnik News KZ ақпараттық агенттігі. Айта кетелік, құқық бұзушыларға енді әйеліне қол көтергені үшін айыппұл салынбайды. Бұл бап административті құқық бұзушылық кодексінен алынып тасталған. Жаңартылған бабында енді құқық бұзушылар алғашында ескерту алып, кейіннен 10-15 күнге уақытша қамауға алынады. Бұл жайында заңгер Бауыржан Азанов. Оларды тәртіпке шақыру керек. Алайда отбасылық бақсүйгілік жайлы заңға өзгеріс енгізгенше екі жақ тараптардың бір-бірімен татуласқан ұзақ күтпей бірден істі тергеуге алып, жазалау жұмысында ширатану керек. Бүгіндегі тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күресі жайлы кәмелетке толмаған істерді жүргізу полициясының басшысы және әйелдерді зорлықтан қорғау комитетінің Крым Республикасына қарасты административтік полиция Әсет Оспанов. Особых условиях нами были... Біз отбасылық қысым көрсету мәселесін жіті бақылаудың жаңа әдісін құрдық. Құқық бұзушылық жасауға бүйір бұрып тұрған тұлғалар енді қашықтықтан әлеуметтік желілердегі мессенджердің бейне хабарламалары арқылы қадағаланып отырады. Бұл тәсіл ондай адамдарды жылдам әрі кіріп шығусыз-ақ үйдегі жағдайды бейне арқылы бақылауға өте тиімді. Визуально наблюдать и оценивать ситуацию в доме. Заңда қол жұмсалу жайлы бап ескерту нормасымен толықтырылды. Құқық бұзушылық қайталанатын жағдайда бұзақы 10 күнге торға қамалу мүмкін. Ал үшінші рет қайталанса, еш ескертусіз 15 күнге қамауға алынады. Заңдағы қинау жайлы бабына да өзгеріс енгізіліп қарастыруға алынды. Ал сіздермен болған тәуелсіз журналист Рамазан Елманұлы. Аман, сау болыңыздар.